Өте үлкен алғысымды білдіремін. Екі ағасына күнде тықылдап хабарласып, қайдасыңдар, не істеп жатсыңдар, не жеп жатсыңдар, қандай сабақ болып жатыр, мұғалімің кім деп сұраған сондай ағаларының барлығына тәубе деймін. Олардай бір күнде ер жетті. Бір күнде екі ағасы. Бір күнде олардың да өмірі астан кестен шықты. Бірақ олар ересек қой, тезірек қабылдап, шешім қабылдау керек екенін түсінді. Кіші ұлы, екінші ұлы осы жақтан жаназасына әкесін апарды, үлкен ұлы ар жақтан қарсы алды. Жаназасына енді бүкіл Алматының адамдары келді. Жаназасына қызы, қызының мамасы, екі ұлдың шешесі келді. Өмір ғой, менің пешенеме сол жазған екен. Біреудің үшінші некелескен жары болды жазған екен. Мен де біреудің жалғыз қызым, мен де ондай нәрсені армандамаған шығармын қыз кезімде. Бірақ тағдыр сондай. Екі баланың көрер жарығы бар екен. Мен оған қарсылық білдіре алмаймын ғой. Өзімнің шын көңілім Ләйлаға да ырзашылығымды білдіремін. Екі ұлдың анасы келіп алғысын білдірді. Айналайын, сені үнемі дұғама қосып жүремін. Келіндеріме көмектескен, осы немерелеріме қарасып отырғаныма мыңда бір алғысын білдіремін. Ол кісі алғысын білдіріп жатты. Қызының мамасы да жазда тойда болды. Тойды бірге атқарып шықты. Өмірінің әдемі кезеңдерін сол кісіге арнады. Мен қалай тарихты немесе адамды өткенін өшіре алам, болмаса оны дұрыс емес дей аламын. Мен кіммін біреуді сынауға? Оның да пешенесіне солай жазылған шығар. Оның да ол үлкен махаббаты болған шығар. Сондықтан мен тек қана оны қабылдаймын, мен оны мойындаймын, мен тек қана барлығына бақыт тілеймін.